Сендер ауырып жатсыңдар ғой айтпақшы, Марал әпшеге айтып қоямын, қазір келіп укол салып келді ау деймін. Алып қалдыңдар ма? Ана баласы ғой. Мыналардың бәрі ұйықтап қалған ғой? Қазір ояу еді ғой. Ұйықтап қалған бұлар. Мына бала-шағаң қалай ұйықтайды? Қатты ауырып жатыр ғой. Өзі шаршаған же бүгін. Негізі бала деген шынымен ұйықтап жатса, екі аяқ көтерген кезде құлақ қамау керек қой, сол кезде ұйықтап жатыр деген сөз. Мына ұйықтап жатыр екен. Екі қол көтеріп тұру керек. Ұйықтап жатыр екен бұлар. Ұйқыдан қорқып жатқан жоқ бұлар ше. Негізі адам қатты шаршап ұйықтаса, өзі отырып ұйықтап қалу керек. Мынау да қатты шаршап ұйықтап қалыпты ше. Негізі бұлар қорқып жатқан жоқ ше. Шынымен ұйықтап жатқан болса, өзіне өзі екі қолмен екі аяқ көтерілу керек қой. Бұлар ұйықтап жатыр екен. Бүгін шаршапты ғой, ертең айтып жіберемін. Онда ертең айтамын ғой, Марал әпше. Болды, Марал әпше, ора берсін, енді жеп, пышақ, анау-мынау тұршы, мен далан езіп құлтап бердім. Болды. Сәттілік.